Барлықтарыңызға сәлем, арнамызға қош келдіңіздер. Кітап маған тақтан да қымбат. Артық тамақ шаштақ артып қинайды, ал қанағат ұзақ ғұмыр сыйлайды. Боранды күні берілген уәде, тынық күні ұмытылады. Жетістікке жетудің үш ережесі: өзгелерден артық білу, өзгелерден көп еңбектену, өзгелер күткеннен азға үміт ету. Өзгенің күнәсін паш етуге асықпаңыз. Өз күнәңізді санасаңыз, өзгенікіне жетпей қаласыз. Қуанармын деп үміт етудің өзде бастан кешкен қызығынан сәл-пәл ғана кем соғады. Аз сөз алтын салмағы сезіледі. Үндемеу бейтараптықтың белгісі емес, іші бос қалбыр ғана даңғырлайды. Есім не береді? Раушан гүлден раушан гүлдің жұпары аңқиды, оны басқа таумен атасаң да. Ақмақтық пен даналық жұқпалы дерт сияқты тез сіңеді, сондықтан жолдасты көзіңді ашып таңда. Достық әлсізденген сайын сыпайылық арта түседі. Ең жақсысы бетке айтылған ақиқат. Қарға қанатын былғаса да ешкім байқамайды, ал аққуға дақ түссе ешқашан кетіре алмас. Пікір күшті болса, істе күшті болмақ. Барлық мақтаншақтардың басына туар күн, ерте ме кеш пе әйтеуір сөзсіз арандайды. Бір көзқараспен махаббатты өлтіріп алуға болады, сондай-ақ бір көзқараспен оны қайтып тірілте аласың. Көп адам даналықтан гөрі ақмақтықты таңдайды, себебі ақмақтық күлдіреді, даналық жылатады. Өзімшілдік тірі пенденің орасан зор кемістігі. Күдіктер сатқындар байқап көруден үркітіп, олар көбінесе ақ біздің ие бола алатын игілігімізден мақұрым қалдырады. Зұлымдықтай ақылды бол, жанымның жарасының аузын ашпа, жарқыным. Торғай көкектің балапанын ұзақ асырады, ақыр соңында қанаттанған көкек оны шоқып тастады. Адамдардың өмірінде толысу сәті болады, егер оны пайдаланса табыс әкеледі, жіберіп алса онда әрі қарай жол қайраң арқылы өтетін болады. Мен ұмытылмас мейірімді достарымнан артық бағыт таба алмаспын. Не жетеді нағыз досқа, асылға, қуансаң да, қайғырсаң да, қасыңда. Қиналады сен қиналсаң болғаны, ұйықтамасаң, ұйықтамайды ол дағы. Шын ынтамен тындырған жұмыс тәнге шипа. Жетістікке жетудің үш құпиясы: басқалардан көп білу, өзгелерден көп жұмыс істеу, басқаларға қарағанда аз нәрсе күту. Терең өзен шымырлап қана ағады. Аз сөздің салмағы басым болар. Балдың тәттілігі сонша ең соңында ащылық сезіледі. Көп болған сайын дәмі кетеді. Достың ақыл кеңесі жауларға қарсы ең жақсы сүйеніш. Шіріген лала арам шөптен бетер сасиды. Бізбен болғандарыңызға рахмет, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар.